Құрметті клиент, Қазақстан ипотекалық компаниядан жалға берілетін тұрғын үйді алуға өтінім беру үшін сіз жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім беруіңіз және өзіңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды пайдалана отырып жеке кабинетке кіруіңіз қажет. Өзіңіздің жеке деректеріңізді тексеріңіз және өтінімді толтыру батырмасын басыңыз. Бұдан әрі, құжаттар, мекенжайы, байланыс, отбасы және жұмыспен қамту бөлімдерінде барлық қажетті мәліметтерді мұқият және дәйекті түрде толтырыңыз. Егер сіз автоматты түрде толтыру бөлімдерінде қате байқасаңыз, бұл туралы Қазақстан ипотекалық компаниясына хабарласыңыз. Алдыңғы бөлімдерге оралу үшін артқа батырмасын пайдаланыңыз. Алдыңғы беттерге қайтарылған кезде бұрын енгізілген барлық деректер сақталады. Құжаттарды жүктеу бөлімінде талап етілетін құжаттардың электрондық көшірмелерін тіркеңіз. Қосымша файлдарды қосу үшін плюс батырмасын пайдаланыңыз. Деректерді өңдеу келісімдерімен танысыңыз, белгі қойыңыз да бұдан әрі батырмасын басыңыз. Өтінім беру рәсімін аяқтау үшін сізге үйді таңдау қажет. Ұсынылған нысандар туралы ақпаратты мұқият оқыңыз. Өзіңіз үшін қолайлы үйді таңдап алған соң таңдау батырмасын басыңыз. Сіз таңдап алған нысан қызыл түспен жарықтандырылады. Өтінімді Қазақстан ипотекалық компанияға қарауға жіберу үшін оған өзіңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды қойыңыз. Қабылданған шешім туралы хабарлама сізге SMS хабарлама түрінде жіберіледі. Бас тартқан жағдайда сізге бас тартудың нақты себебі көрсетілген SMS келіп түседі. Егер сіздің өтініміңіз мақұлданса, сізге пәтер таңдау рәсіміне кіру ашылады. Назар аударыңыз, пәтер таңдауға рұқсат бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері қаралғаннан кейін беріледі. Пәтерлерді таңдау рәсімінің басталу күні мен уақыты туралы сіз қосымша SMS арқылы хабарланатын боласыз. Өтінімнің мәртебесін, сондай-ақ одан арғы іс-әрекеттер бойынша ұсыныстарды сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізден немесе жедел желі телефоны арқылы тексере аласыз.